Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қазанның қақпағында дайындалатын қазан нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 250 мл жылы суға бір ас қасық қант пен ашытқыны қосып араластырып аламыз. Ашытқымыз ерігеннен соң ұнымыздың үстіне құйып, жылы суға араластырып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, бір келкі қылып қамыр илеп аламыз. Бір келкі қамырымызды илеп алған соң, үстіне бір ас қасық май қосамыз. Дайын болған қамырымыздың бетіне пакет жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң біздің қамырымыз осылай көтеріліп әдемі болып шығады. Дайын болған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп екіге бөліп аламыз. Енді қамырымызды күлшелеуді бастаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың ортасын басып, нанның формасын келтіріп аламыз. Нанымыздың формасын дайындап болған соң, қазанымыздың қақпағын алып, баяу отта 5 минутқа қыздырып аламыз. Қақпағымыз қызып тұрғаннан соң, нанымыз тез жабысады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ортасын жұқа қылып, форманы келтіріп аламыз, себебі ортасы қатты көтеріліп кетпеу керек. Жұмыртқаның ағын жағып, қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қазанымыздың асты қарайып күйіп кетпей үшін бір уыстай тұз салып жіберіңіздер. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Бар жоғы 10-15 минутта осылайынан тандыр нан сияқты болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.